19 ғасырдан бастап нақтылай кетсек, 1850 жылдан бері әр жыл оның алдыңғы жылынан жылылық болып келе жатыр. 1906-2005 жылдар аралығында жердің орташа температурасы 0,74 градус Цельсийге өсті. Ал ең қорқыныштысы 20 ғасырдың екінші жартысындағы өсім егер дәл осындай прогрессиямен жалғаса берсе, жерге оңай тимейтінін аңғартты. Әр елден жиналған ғалымдар бұл жалғасу болашақтағы 100 жылдықта орташа температура 2-11 градус Цельсий аралығында өсіп кетуі мүмкін және мұхит деңгейі жарты метрге өсуге қаупі барын анықтады. Сонымен таныс болыңыздар, бұл ғаламдық жылыну деп аталады және бүгінгі видеомыз дәл осы құбылысқа арналады. Дәл қазір біз ғаламдық жылынудың егжей-тегжейін анықтап, олардан экосистемаларға тиер зияндары мен оған қалай қарсы тұруға болатынын қарастырып көреміз. Ең маңызды сұрақ бұл нәрсенің себебі не? Күн жүйесіндегі жалғыз жұлдызымыздың үлкейіп жатқанын есептемегенде, ғалымдар ғаламдық жылынудың 90% антропогендік, яғни адам кінәлі деп есептейді және шынымен де солай. Оған күнделікті мұржаларда өндіріс ошақтарына не болмаса, жай ғана автомобильден шығатын мына 5 түрлі газ себепші. Олар нитрит, көмір қышқыл газы, метан, хлорофлорокарбон және кәдімгі су буы. Осылардың арқасында орташа температура өсуде және олардың арқасында климаттық жылынулар басталып кетті. Күннен келетін әсер туралы не айта аламыз? Әрине, күн ол ең басты жерге энергия беретін аспан объекті. Ол осыған дейінгі көптеген ғаламдық жылынулар мен мұзды дәуірлерде өз әсерін тигізді. Ал бірақ дәл қазір болып жатқан жылынуға күнді қатыстыра алмаймыз. Себебі 1750 жылдармен салыстырсақ та қазіргі күннен алатын энергия сол мөлшерде екені дәлелденген. Ендігі кезекте ғаламдық жылыну болып жатқаны мәлім болды. Ал ол осылай жалғаса берсе не болады? Біріншіден, әрине құрғақшылық. Өте жоғарғы температуралар құрғақшылықты пайда болғызады. Ал бұл өз кезегінде егіннің жақсы өнім шығаруына кедергі болады. Екіншіден, планетадағы су деңгейі өседі. Жоғарғы температура солтүстіктегі Арктик, оңтүстіктегі Антарктиданы ерітіп, су деңгейі көтеріле бастайды. Үшіншіден, мұхит төңірегіндегі урагандардың күштілігі арта бастайды. Өйткені көптеген ғалымдар жылы температура ураган тудыруға себепші деп есептейді. Негізінен осылай айта берсе, ғаламдық жылынудан көп нәрсе күтуге болады. Каспий теңізі. Дәл қазіргі сәтте ол біздің планетамыздың ең үлкен су қоймасы болып есептеледі. Дәл осы Каспийде 5 ел бір-бірімен шектеседі. Сонымен Ресей, Қазақстан, Иран, Түркменстан, Әзірбайжан елдері шектесетін елдерді неге айтып жатырмын? 2015 жылы геофизиктер Кларк Уилсон мен Цзянли Чэнь Каспий теңізіне қатысты зерттеулер жүргізіп жүрген еді. Зерттеулерден олар Каспий теңізінің адам сенгісіздей кішірейіп бара жатқанын анықтады. Кейін ресейлік және әзірбайжандық ғалымдармен бірге жұмыс істеп мынадай таулаулар жасады. 1979 жылдан 1995 жылға дейін Каспийдегі су деңгейі 12 сантиметрге кішірейген, ал 1996-тан 2015-ке дейін 1,4 метрге дейін кішірейген екен. Бұл шамалар рекордтық шамаларға дейін апаруы мүмкін. Және егер дәл осылай жалғаса берсе, Каспий теңізінің солтүстік бөлігі 75 жыл ішінде жоқ болып кету қаупі бар. Ал бұл солтүстік бөлігінде негізінен өте үлкен экосистема орналасқан. Қарап өткенде ғаламдық жылыну өтіп кете салатындай жай ғана нәрсе емес. Ал біз осы бір апаттың алдын алу үшін не істей аламыз? 2009 жылы Дания астанасы Копенгагенде Біріккен ұлттар ұйымымен өткізілген конференция болды. Негізгі тақырып климаттық өзгерістер, глобалды тәуекелдер, проблемалар және олардан шығу. Осы бір конференцияда бірқатар дамыған елдерге бұйрықтар берілді. Мысалға алғанда, Бразилия көміртекті табиғатқа таратылуын 38-42%-ға дейін қысқартсын деген сияқты. Бұл конференция жалғыз конференция емес. Бұдан басқа да мыңдаған конференциялар болып жатқан шығар. Және барлығының да мақсаты бір: ғаламдық жылынудан болдырмау. Ендігі кезекте сіз бен біз не істей аламыз?
Сіз шашқан қоқыстан шығатын химикаттар буға айналып, жылынуды болдыру үшін кішкене болсын үлесін тигізеді. Өйткені қазақта сөз бар ғой, тама-тама көл болады. Болашақта біз жаймендеп қазба байлықтарын қолдануды доғарамыз және баламалы энергия кеңінен қолданылатын болады. Демек, жақсы оқып, жақсы мамандық таңдап, сіз де осы бір іске өз үлесіңізді қоса аласыз. Есесіне Қазақстанның атын әлемге әйгілі қылып, әлемді сақтауға жұмыс істейтін боласыз. Ал біздің видеомыз соңына жетті және видеода қолданылған материалдардың барлығын сілтемеден көре аласыздар. Бірақ көбісі орыс және ағылшын тілінде. Ал біз видеомызды аяқтаймыз. Сіздермен бірге болған Скаврон анасы.